И бәріңіздерің достармен бірге мен Мадияр Пернебай және де мен Бексұлтан Серік. Достар, бүгін бізде өте керемет контент, яғни бүгін біз 24 сағат заправкадан тамақ ішетін боламыз. Ол болса видео қызық болады деген ойдамын. Ендеше бастаймыз. Жалпы айтқанда құрметті көрермендер, мінекей бүгін біз ауа райының суықтығына қарамастан сіздер үшін өте керемет контент дайындағалы жатырмыз. Бүгін достар біз таңғы асты, обедті, кешкі асты барлығын заправкадан ішетін боламыз. Бүгін біз үшін өте керемет күн болмақ. Яғни бір жағынан бүгін біз заправкалерді тамағын тексереміз, бір жағынан қалай болатынын бірге көретін боламыз. Сіздер достар видео бастамастан лайктарыңыз басып арнаға тіркеліп отырыңыздар. Өйткені бұл сіздердің сүйікті контенттеріңіз. Қазақтар керемет сөз бар ғой, тойға барсаң тойып бар дейді. Бүгін тамақ туралы видео, мен бірақ жаңа байқамай шай ішіп қойыппын. Оны ойырыңдаршы. Айтпақшы достар, сіздерге керемет жаңалық. Бір егізбек арнайы сіздер үшін керемет бонустық сый дайындап қойды. Оны алу үшін төмендегі бектеген комментарияға сілтемеге кіресіздер. Менің промокодымды періп тіркелсеңіздер, сіздерге алғаш депозиттеріңізге $500 дейін бонустық сый бермек. Орындар шектеулі, асығып қалыңыздар, ал біз видеомызды бастаймыз. Алты құрметті көрермендер, олай болса бізде қазір завтракты бастайтын алғашқы біздің заправка. Бұл бізде Астанадағы әйгілі заправкалардың бірі. Намат деп айтылады. Бірігіміз білсеңіздер, бірігіміз білуіңіз мүмкін. Ал барлықтарыңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгін тамақ контент болғаннан кейін қалайша мен бұл жерде болмаймын. Жалпы заправканың дизайны осындай, көріп тұрғандарыңыздай. Жақында ғана ремонтталған. Негізі бұрын ремонт жақсы ма деп қояды бір жағынан ше. Кірген бетте осындай үлкен супермаркет күтіп алады. Қараңыздар, іші тола. Мына жерде кухнясы да жақсы сияқты. Қой. Ресторан ғой мына жерде. Салат, панини, пирожки, завтрак. Тема. Отырыңдар. Қалай былай? Ощущение қалай? Зор оннан кафе. Қараңыздар, Намат заправка, мына шетіне арнайы орындықтар қойғанда. Кішігірім ресторан. Короче, біз орнымызға ауыстырып отырдық. Мына жерге кішкене төртеуміз бірімізге қарап отырайық. Қандай жерге ыңғайсыз екен сәл. Еще бір жағынан мынандай видеоға дұрыс түспейді екен, арқамыз қатты ешкім жарық болып ыңғайсыз болады екен. Так, олай болса, құрметті достар, соңғы кездері байқап жүрсіздер, жалпы YouTube-та активно сіздер үшін керемет видео түсіріп жатырмық. Ал сіздер лайктарыңызды аямаңыздар. Жақында Бека бауырымыз кетеді. Бұл, по-моему, Бекамен түсірген соңғы видео ғой деймін, Весен қабыда саркері. Все, Бека кетейін деп отыр. Олай болса, не істейміз, барамыз ба? Сондай жігіттер ереже. Бүгінгі видеода біз тек 24 сағат заправкадан тамақ жейміз. Яғни айтқанда, осы заправкада дайындалатын тамақтар бар ғой, соларды жейміз. Мынандай супермаркетский тамақтар саналмайды. Өйткені бұл любой жерде бар бұл. Ол заправкасы магазиннен жеуге болады оны. Так что заправкада дайындалатын тамақтардан жейміз. Олай болса, выпечка, жаңағы тамақ, не бар, салат. Тамақ ішкеннен кейін ше, бензин дәмі шығып тұрмады. Тамыр. Заправкалардың тамақтары жаман емес, жалпы қарсайшы. Қуырдақ, стейк, бешбармақ жетпей жатыр, өнерге бір. Стейк истеуінде чотап, заправкаларына ойнапсың қазір. Сондықтан достар, бізде мына жерде мінекей сэндвичтер, круассандар бар екен. Бұлар менюде жоқ қой, шакшука деген біреуін жазыңыз. Жұмыртқа ғой? Завтрак. Вкусно? С крембель, сосиской, тоже завтрак. Крембель с сосисками и овощами, ма? Да. Екеу содан. Сен де сол ма? Ішуге ше. Маған латте беріңізші, большой. Латте 350, да? Горячий шоколад берсеңізші маған. Сосын бір капучино. 6510 теңге. Болды. Завтрагымыз бізде Намат Ойлда 6510 теңге болды. Шатам жіктер. Негізі енді 6510 теңге деген кафеге барсаң нормально, заправка кішкене қымбаттау. Бірақ енді қазір тамақтарлардың түрлеріне қарап сосын барып баға беретін боламын мен енді өз басым. Бұл жерде негізі тамақтар арзандау. Просто кофе қымбаттап кетті ғой негізі. Наматтан бастадық, қазір обедте біз Қазақ Ойлға барайық. Қазымайға, кешкеге бір жақсы бір. Қандай сет бар, мықты сеттер. Анда жоқ. Қандай заправкалар қаладан шығып баратасың ғой. Сондай заправкаларда кәдімгі тамақ ішетін жерлер сияқты болады ше, сондай жерге барып отырмыз. Ал қазір біз завтракты қаланың ортасындағы центрдегі заправкадан бастап отырмыз. Потому что мен ойламаппын мынандай ше, қала шетінен барайық деп. Өйткені мына жерде уже уверен болдым, мен тамақ жейтін жер бар екенін деп. Так, біздің кофе де дайын болып қалыпты. Латте. Қайсысы латте? Ал, так ішіп қоймаңдар қазір, тамақпен бірге түйіліп қалып жүрмеңдер. Бірінші кофеге атсаң көреміз. Естіп отырып тұр, сыртынша реклама болып кетеді. Сыртының өздерінің брендтері. Өзінде заправка тұр ғой. Жоқ, мен барып шедан жоққа не үшін керек бензин, Сол пары деген сияқты ғой енді. Капучино. Қант сұрау керек маған. Ашыл. Менікі тәтті. Горячий шоколад. Капучино не екен білмей абалықты. Мен ойлап қоймын, капучино деген кезде іше аласың ба деп айтайын деп тұрған едім. Біздікі емес па деп түсінбей қалғансың ғой. Сөйтсем біздікі екен. Оппо, тамақ. Ауырсақ. Қалай екен? Ыдысы әдемі бұлай.
тарелкамен берем ба жоқ дейсің? Көп ішінде бар жақтар. Шушар қасық жоқ па керек? Қазір алып келейін. Достар, екінші партия тамақ дайын болды. Міне мынандай виді. Негізі ресторанға қараш. Қандай болады ғой? Бүйтеді, үстіне бүйтіп 1 грамм жақ жібереді да. $8,000 кетінше. Вкус бар да бізде, вкус деген нәрсе. Исін айтсайын, исін. Міне потолок ба? Помидорды айтсайшы сен. Шери, о шери. Қан бір кусок помидор жоқ ғой. Так бізде де нан бар. Бізде де нан бар екен. 2 нан. Мен нан жоқ па деп отаққа бауырсақ заказ бергенбіз ғой. Еще бізде қараңыздар достар, сосиска, жұмыртқа, бірақ жұмыртқа Жоқ, ішіндегі обычный жұмыртқа қойып бере салған да. Мекіне сәбит араластырып ше, андай сарысын бүйтіп ағызып жеуге болады ба ше. Ағызып жүрсің. Сол достар, дәм көріп мына сасқан. Андай не сияқты екен, барбекю сияқты пісірген екен да. Андай ше, темірге қыстырып. Жақсы. Жақсы. Достар енді прям күшті деп айтуға болмайды, бірақ та прикольно деп қояйық та. Жалпы негізі достар, қазір біз кешке ең соңында қорытынды ететін боламыз. Қай заправка бізге ұнады, қай заправка күшті, жалпы былай. Ішкі атмосфера, сервис, тамағы қай жақсы болды, сонда кешке бағасын беретін боламыз. Әзірге бізде тек только завтра қай жақсы деп айта алмаймыз, бірақ әзірге енді ну как обычно нормально болады. Маған нағылатқан жері, во-первых, іші таза, отыратын жерлері көп, подачасы жақсы, дәмдері де былай. Қатты дәмді дей алмаймын, средний. Келсем, шынымен, бәрі чотқа. Бүгін бекер чисто келісіп отырмын. Қандай тамақ аламын, сондай тамақ алады. Қандай сөз айтамын, келсем деп қояды. Просто достар адамдармен сөз жылан жоқ, келсе саған дұрыса білдіртпейші негіз. Жаңа вкус деп жатыр, вкус жоқ қой, жоқ келсе завтра көбінесе. Опа, завтра әдемі кетті. Мына қараңыздар. Қар дома болып қалды достар. 2 айда кетті. Спайтс мұндар достар. Оны ішіп қойдың. Оны босатып тастадық. Мына жер мынандай болып кетті, қарны сықпақ қойып, артынан. Ас адамның арқауы дейді. Немене оның тарқауы дейді? Ондай Білмейсің ба? Ұйқы Только Естеріңде болсын, орбит оның тарқауы. Әкеліп мына заттарды жинап жүреміз ба? Басқа адамдар не қылып отыр? Барлық қалдырып кеткен, ана жерге қалдырып кеткен, мына жерге қалдырып кеткен. Жинап кете салайық. Сен бар ма оңда? Жоқ, от тастай сал. Ал болса, кішкене бір-екі жұмыстарды бітіріп, қарнымды қайтадан аштырып алайық, одан кейін обедке басқа жерге баратын боламыз. Алда болса достар, келесі біздің обедте келіп отқан заправкамыз, бұл бізде Gaz Energy. Барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын, өйткені бұл Қазақстан кез келген қаласында бар. Ал болса, бұл жақтың тамағы қандай екен? Көрейік. Алты достар, мінеке кіріп келдік. Мына жақ бізде кең екен, бірақ біздің отыратын жеріміз мына жақта. Мына жерде бізде кішігірім супермаркет. Анау алатын заттар бар екен. Хот-дог заказ беріп қойдық. 3 хот-дог, нормальный күшті қоясың, и қасына тағы бірдеме қосып жіберу. Так, мына жерде бізде выпечкалар бар. Пирожок, мирожок. Қандай? Французский хот-дог дейді. Даниялық па, французский ма? Білмеймін, әйтеуір екеуін біреу. Сосискаларынан, ұзын сосискаларын айналдырып пісіріп береді екен. Оған не қосамыз деп? Донат па, донат? Донаттан көрем. Американский ма? Біреу шоколадный, біреу маған розовый, сосын бір белый. Шай ғой. Анда кофе өздерінің шай нелер бар екен, 3 в 1. Так все достар, мен пока біз орын ала берейін енді. Мынандай бізде 3 отыратын жеріміз бар екен. Әрине бағана завтрактағыдай намат сияқты емес мына жақ. Бірақ жақсы осы шеттен отырамыз ау. Что-то обед кетіп үй қысып отырмын. Тамақ ішкеннен вообще ұйқым келеді ғой. Ал так достар, алдымен бізде мына пончиктер сразу салып берді, ал хот-догымыз істеліп жатыр. Сол себепті пока жайғасып отыра берейік. Тамақ дайын боламын дегенше. Бека, пончиктер дайын. 2-3 в 1. 2-3 в 1 черный шай алдық. Черный шай сен ішесің. Черный шай мен ішемін. Ал достар, біздің хот-дог дайын болды. Достар, міне біздің хот-дог. Что там? Ойбай, тамақ. Зор ма? Ал достар, мен қазір көлігіме бензин құйып беремін дегенше, мына жігіттер чайды, сэндвичтерді, мына жерде бір тарелка береді екен. Бірақ үшеумізге біреу екен да жігіттер. Мынаның спайтыны бар ма? Да, бар ма? Даниал сэндвичтеріңді аласыңдар аккуратно. Ал мынау бізде десертке кішігірім донат алдық. Бір жерде донат деп айтады, бір жерде пончик деп айтады. Мына сосисканың ұзындығын айта алмаймын. Примерно 1 метр 10 сантиметр ма осындай ау деймін. Жоқ ой, 1 метр 15 сантиметр шығып қалады. 1 метр 14 сантиметр не? Иә, дұрыс, менен азайтып өтейік. Стандарт бойынша ма? Ана видео кетіп қалды, короче, естеріңде ма, короче, товардың бағасын кім анықтайды деген кезде. Мен мысалы 513 теңге десем, мына тұрады 520 сөйтіп. Сол видеоға ұқсап кетті. Но не дегенде, Кадиллак там. Приколстан деп қойып, бір айшы келеді жатыр. Ал өзі жігіттер ас болсын, Gaz Energy'дің сэндвич қандай екен? Қалай жейді соны түсінбей жатыр мен. Сосискасын істеуге жылан жоқ деп жатыр. Түсте мынандай ұзын сосисканы бірінші көріп тұрмын өмірімде. Және достар, бізді донатты әдейі үшеуміз 3 түрлі вкустан алдық. Біреуіміз шоколадный, біреуіміз неме? Бір сладкий бар деген, короче. Мынауымыз
вишневый ма, білмей короче. Ана Америкада кинода байқайтын болсаңыздар, полицейлер көп жейтін нәрсе бар ғой, сондай ғой. Полицейлер болады ғой. Ал бізге жалпы шайға сүт чай деп айтқам, Чина досыма, мінекей 3 в 1 сүт чайына келіпті. Мак кофе ма? Макти. Оны олай жемейді досым, профессионально былай жейді оны. Қайда бұл? Кешіресің, біздің аузыңда дөу емесін, дозымен айып етпейсің. Бегі қай жейді көрсетші? Оны ет жемейді, сен оған бет жейді. Сібілді жігіттер, сені танымаймын мен жода. Бір тістеп жартысын жеп қойды ғой. Онша емес десейші? Көзімнен жас шықты. Жеңізімнен дәмі бәрін мақта екен достар, шынымен. Және достар, мына жерде маған ұнап отқан жер тишина деген жер. Бағана заправкада адамды кіріп атады, шығып атады, кипиш атады. Алтай достар, ходокты жеп болдық. Әдем кетті, бірақ чотамен тойман. Сіздер ше, қалай? Жоқ, мен нормально тойдым. Обедке болады. Бола ма? Тамақтың көкесін ұлжында көзді. Просто сен әлі десерт жемейатсың. Иә, сол десертке кірсек деп айтайын деп жатырмын мен сіздерге. Ақындап, мынандай шоколадный, мынандай клубничный, мынандай белый. В общем, белый жігіттерге белый, черныйларға черный. Қой? Қандай? Өмірінде шын айтып құдай қайдан бірінші рет жеп тұрмын. Бол. Естіген ба? Таңғалатын нәрсе емес, обычный нанмен бетіне тәтті нәрсе ғой деп ше. Бірінші рет жеп тұрмын. Көрейік оны. Пирог қойшы. Ішінде шоколад бар екен. Шоколад. Мен қазір шоколад қой. Пирог ішінде шоколад сап. Шоколад болғанда шоколад емес қой. Нутелла деген бар еді ғой. Алтай достар, менікі ішінде не бар екен білмеймін, бірақ бұрында мен жеген бұндай зат, алып көрегенше. Ішінде розовый екен соус. Тамақтан кейін прям самый то ғой. Оны түсініп тұрмыз ғой, ішінде не екен сонда? Непонятно. Жем бар оля ғой. Сосиска ма? Джем ғой, джем ғой. Қандай вкус? Малина. Ал көрейік достар, біз кәдімгі американский кинодағыдай. Ал. Тура розовый ше, ну. Рекламаларды көрсетеді. Ішінде не? Розовый жем отыр. Сен қандай вкус екен? Клубничный. Алтай достар, тамақтан кейінгі десерт әдемі кетіп жатыр негізі. Білмеймін, бүгінгі ролик маған ұнап жатыр, завтрак дегенше, заправкілерден. Завтракта, обедте пока көңілден шығуда енді. Жаман, негативный эмоция жоқ бүгінгі күнде. Жақсы, болады достар жағдай. Жақсы ма? Так, достар, терлейін дедік. Мына ыстық шай әдемі кетті ау. Таңертең ыстық кофе ішкен кезде былай терлемегенім что-то. Астанада бізде дәл қазіргі сәтте -22, ощущается как бір 30 болады, по идее, көрсете алмай жатыр. А так түнде -32 болып отыр. Мына градустарды арзаңыздаршы. Осындай күннің суығында, осындай морозда сіздер үшін керемет контент жасап жүрміз. Ал сіздер білесіздер не істеу керектігін біз сұрамай ақ қояйық. Өздеріңіз бір от души қолдап кетіңіздер. И как обычно артымыз жинап кетеміз. Иә. Ал олай болса достар, кешкі асқа біз арнайы Қазақ Ойл заправкасына барғымыз кеп, қаладағы барлық заправкаға кіріп шықтық. Өкінішке орай ешқандай Қазақ Ойлда отырып тамақ жейтін стол, орындық, яғни кафе жоқ екен. Сұрастыра келе, қаланың шетінде Көкшетаускер трассаның бойында жалғыз кафесі бар Қазақ Ойл заправкасы бар екен. Бірден сол жаққа қарап жол тарттық. Әрине қаланың шетінде болғандықтан біз пока ол жаққа барамыз дегенше күн де батып кетті, қараңғыда болып қалды. Ең бастысы аман-есен жетіп келдік. Алай болса, бұл жақтың тамағында екен, көрейік. Сыртына қарасақ, сырты аппетитно, да? Сэндвичтен басқа да необычный бірдеңелер бар екен, көрсек бір тағы да. Ал кеттік ішке кіріп көрейік. Ең бастысы бізде іші қызық. Саламатсыз ба? Мына жерде мынандай тамақтар варианттар көп екен. Қайсысын жейміз? Мынандай не бар екен? Салат. Салат, да? Цезарь, да, это? Дайте один цезарь. Қазылармен бургер бар екен. Шұжық бақасы бар өлді. Қазы. Это с қазы, да, это бургер? Дайте один вот такой бургер. А мне обычный с котлетой большой бургер. Қарсы котлет аларым ғой. Ой, Макдональдстың өзі былай істемейді ғой. Сен тесірек. Мне тоже одно. Тур сен жегендей деген. Сол осы бүгін күні ғой. Не десерт конектор тәттілер бар. Энергетика, заправканың өзінікі. Тулпар Energy, Қазақ Ойлдікі. Бұл заправканың өзінікі. Магазиндерде сатылмайды бұл. Заправкада сатылады. Что там аламыз а? Сонда қоса мына жақта бізде десерт тәттілер бар екен. Жаңағы жегендер болмайды. Бұл жолы басқасын жеге. Блинчик бар екен қаймақпен. Так, мен блинчик аламын. Біреуміз блинчик, біреуміз андай квадратный вафли. Біреуміз торт алайық. Или сен де не аласың, чинан алған аласың ба? Мен чизкейк аламын, мен чинан алған алмаймын. Да? В итоге, короче, сусынға заправканың өзінің Ұлы дала қуаты дейді. Ұлы дала қуаты. Патология заправканың өзінің энергия. Заправканың магазинде сатылмайтын дүние. Біз айттық қой, 24 сағат заправка деген тамақ жейміз. Так, сондай достар, мына жақта бізде үлкен супермаркет бар екен. Жалпы енді ужиніміз ғой біздің қазір. Біз тамақ тартып болғаннан кейін итог жасаймыз. Қай заправка жақсы, сол үшін көрсетіп кетейін. Мына жерде қараңыздар. Носки, трусиги, машинаға керек заттардың барлығы
По-моему, біз полный көріп шыққан қазақ ойылдардың ішіндегі ең үлкені осы Көкшетауская трассада екен. Қаланың ішіндегі барлық кішкентай, оларда кафе жоқ. Суммасын айта берген қанша болды? Шок көрсетпей тұра тұрайын. Давай, айтса, шок етсе, босай. Түсе тұршы, аяғым дірілдеп тұрғарсайшы. Тамыр заправка деп мұншаға тамақ жемеймін. Бопты көрсейші. Ресторанда Жоқ, вроде завтрак әдем болды да. 3 адамға 6000 теңге шықты. Обедіміз қанша болды? Обед майда шықты, майда 4000 бірдеңе болды. Ал ужиніміз потолок. Айта бер. Видео айта берейік ол. Көрсетсей тамыр. Нормально, 12 мың? 12 мың. 3 адам 12 мың нормально ғой. Мен ойлап тұр, 20 бөлем шығып кеттім мына жері. Шошып кеттім. Нормально. Так, ал тамаққа обзор көрсетейік. Бека, сен пока ойнамасаң әрке. Сәлсе ойнамасаң. Бұл достар, барабанный дроп 12 мыңдық ужинды қазір сіздерге көрсетеміз. Былай бастау. Міне, Валя, короче. Q кафе, қазақ ойыл жұмысшыларынан деймін, только на АЗС. Владимир несі айтайын ма, қайсаған монстр бар ғой? Тура сол несі ғой. Так, достар, негізі жалпы бүгінгі біздің видеомыз заправкілерге болмаса тауарларға ешқандай жарнама емес. Бұл сіздерге арнаған керемет контент деп қабылдаңыздар. Кәні бургер, бұда не бар? Котлет и жапырақ болды. Сенде де солар? Менде де сол. Және де жаңа цезарь салатымызды алдық. Бұл жердегі мынандай тарелка жолатын орнына осындай картон деп қораптармен береді екен. Солай дедім ғой, салатташ. Ал ой болса, бірінші аппетитті ашып алу үшін сусын жібереміз. Мына ішінде соусы бар екен. Ішінде соусы бар екен. Базар. Что там, ресторанский, да? По ресторан. Маған басқаша. Нағырада достар, қазы мен бургер жасаған. Мәдінайтта бір найт бургері. Жақсы. Үлкен бір жиын-пиын болмайсы бешбақ жейсің ғой? Бешбақтан кейін ертесінде қазыны, етті, қалған етті нанмен жейсің ғой? Сондай ощущение болады екен. Соус бар ма ішінде? Өзің анадан шыққан сколга бар екен. Короче, кәдімгі гамбургер. Просто бұл жерде еттің орнына қазы. еттің орнына қазы бар екен, сосын соленый огурцы бар екен. Достар, мына салаттың бар ғой, мынау наны негізі қандай қатып қалған нан болатын еді ғой. Наны жұмсақ, жоқ жұмсақ. Не осы ненің дәмі? Майонез емес па? Майонез ба? Салат орға араласпаған екен, иә? Анда істеп тастай сағанда араласпаған. Достар, салаттың негізі нашарлау деген бұндай болмайды цезарь. Тауғыда неме бөлін, копченый тауып салсаң? Жоқ, цезарьда майонез бар деген болу шақтар ғой, ана бәрін араластырып жүреді. Мына жерде майонез жоқ. Просто бәрін тұрып салып салғанда болды. Нан негізі қош жері болып мұнда. Иә, бәсе. Котлет сыңарсен, нанның сыртынан шығып кетіп отыр ғой, дата ғой. Қор котлета мен нан ба? Сондай, е? Екеуміздікі бірдей ғой, бірдей көрейікші. Мұнан бәрі ет емес ішінен андай. Бірдемен араластырған ғой мұнан. Котлетті ма? Ет жоқтан. Может, құрамында нан көп. Котлет нанмен істейді ғой. Может, достар, негізше білмеген жерлерден көбінесе бүйтіп жемей қойыңыздар, сіздер үшін жауап отырып просто контент болсын деп. Маған кайф. Ешқандай жаман немін жоқ. Асқас-қасқан андай өзінің заправканың энергетика бар деген таң қалдым. Энергетика зор екен енді. Бағанағы обедке барғанда мына жердің іші кең екен, соңына отыр маған. Освещение жақсы. Ал достар, біз де енді тамақты жеп қанымызды тойдырдық. Енді десертке көңіл бөлейік. Негізі десертті ден сау адамдар шаймен, кофемен жейді. Энергетика. Енді басқа мол жоқ, шай ішіп шаршап кеттік. Сухармен жеміз достар. Сухармен. Завтракқа кофе, обедке шай, ужинға бір необычный болсын деп энергетик короче. Мына жердің упаковкасы жақсында, кафені қараш. Жақсы істеген. Кафе де жасап қойған екен өзі. Еще дизайны қараш. Сеті шқаптан жер, иә? Бека бауырымызда Чизкейк, шоколад и орех. қалай екен? Ал дегустация. Қатпаған достар, қараңыздар маған. Вилка өтпектір. Қолмен алып істейсіз. Ана вилкасы сынап отырады ғой. Қараңыздаршы, қолмен істейсіз. Қызық кетті мұна Шоколад дәмі. сияқты. Астын істесе, Сникерс сияқты ма? бірге жейді осыны астымен бірге. Рахат иристер бар, кішкентай. Ирисін дәмі шығып отыр ғой. Жақсы. Ал бізде блинчик. Обычный. Менікі мен жинағының негізі түпкі құрамы, ингредиенттер бір да просто. Фигурасы әр түрлі да ішінде. Так, олай болса, мына негізі бір жылтып алу керек, қатқап сәл. Жарайды бірақ. Болады. Ал мына енді бұны жылтып керек емес. Бірақ қатылау екен негізі достар. Бұны енді бөліп қазір дайындап алайын. Ал көрейік. Сгущенка. И салам алейкум. Негізі мындай. Біз енді үйде енді блинчикті ыстықта жейсің ғой енді, пісірген кезде, свежий кезінде. Әбден сөйтіп үйреніп қалғаннан кейін ба,
мынандай супқа блинчик еще қатып тастайды. Онша өтпей жатыр жолда. Қаймақпен бұл. Сгущенка не может сгущенка өте ме? Сгущенка менше, сгущенка. Ладно, кәсіді. Сгущенка бермейді. Сгущенка. Kan сгущенка мен қалай болады? Қаймақпен жіберейікші қойшы. Сгущенка дәмсіз берген. Болмайды екен. Алтай достар, мен бір қаймақпен көрейін. Не артынша сгущенкамен көрейін. Мына не дейсіздер достар, айтыңыздаршы. Енді қамаған. Енді қамаған рәшкелерден басымызға түсіп ғой енді. Сгущенка болады да. Бұдан кейін мантия сгущенка деп айтпайтын шығар. Тағы кім мен сияқты сгущенка деп айтады? Комментарий жазыңыздаршы. Бөлек айтады. Басқаша бөлек айтады. Келтіре алмай жатыр. Сгущенка деп прикол ұстасақ та келтіре алмай жатыр ше. Бөлек Сгущенка десек нормализм атыр. сол бұның көше басқаша. Сгущенка ма? Басқаша. Сгущенка. Аспасын онда. Так достар, мінекей кешкі асқа қарын той ма? Қарын бош бұл. Нормально ма? Қойды. Әдемі. Негізі достар, бізде видеоның басты мақсаты ол салыстыру емес. Ол біз просто 24 сағат біз әр заправкадан осы тамақ жеп жүру болған. Десек те достар, мен бүгінгі біздің заправканың ішіндегі бірінші орында Наматқа беремін. Өздеріңіз де байқаған шығарсыздар, іште үлкен супермаркеті бар. Барлық жаңа тамақтың түр түрі, салаттың түр түрі, одан бөлек тағы да ішке дизайнда, интерьерде өте әдемілік адам тартымды да. Алда оларса видео өте керемет шықты деген ойдамын. Осы әрине білесіздер, лайктар азаймен басыңыздар, ардыға жаздыңыздар, комментарий керемет пікірді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал достар, бүгін біз бір күн бойы сіздерге олай мықты контент түсірдік. Сол себепті каналға міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Ал оларса, осындай кереметті көңіл күймен біздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі кездескенше аман сау болыңыздар.